Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Жаңа әңгіме қабыл алыңыздар. Жүрекшен аямай басып, пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, шабыттанып әңгімені тез-ақ оқып тастармын. Алла қаласа, ендеше кеттік. Арай өмір бойы тек шешесімен ғана тұрады. Әкесінің бар жоғын да білмейді. Кішірек кездері барлық балалардың әкелері бар, менде неге жоқ деп шешесінің мазасын алушы еді. Өсе келе онысын қойып кетті. Себебі анасы өте мейірімді, еңбекқор, ақылдасыл жан. Анасы үйге кіргенде күн шуағы бірге кіргендей. Жұпыны үйлері жайнап кетеді. Ақша жағынан қысылып, қамтырылып қалып жатса да, басқа жағынан ешқашан кемді көрмеген Арай тым ерке. Жасы 13-ке келгелі неше түрлі қылық шығарып, анасы кейде мектептегі мұғалімдерден сөз естіп қалып жүр. Сонда да қызына қатуланып, қатты сөз айтып көрмеген анасы, жұмыстан қанша шаршаса да көңілді болып жүрге тырысады. Өзі ауруханада жай ғана медбике болып жұмыс жасаса да, жұмысына сондай тиянақты, әр ауырып жатқан адамға шын жаны ашып, барын салып, көмектесуге дайын тұрады. Басқа әріптестері ұйықтап жатқанда, бұл әрбір жанның қасына барып, қалдарын біліп, жағдайларын жасаудан бір шаршамайды. Кейбір ес-түссіз жатқан жандармен көбінесе өз қызы жайлы, оны қалай жақсы көретін туралы баяндап, олардың да жақындары үшін өмір сүруге күресулер керек екенін айтып, өзін естіп жатқандай сөйлеп жүретін бұны әріптестері кейде келекеде ететін бар. Әсіресе дайындаған тамағының дәмін айтсаңшы. Арай әрдайым: «Мам, сен мейрамханаға аспаз болып жұмысқа кірсеңші. Жұмысы да азырақ, ақшасы да көп, және үйде де тамақ жасап шаршамайдысың» деп. Анасы: «Қызым-ау, мен кетсем менің көмегіме зәру жандар не істейді? Мен олар үшін керекпін. Олар мені күтіп жатады» дейтінді. Бүгін де сабағынан ерте шығып, сыныптастарымен қыдырып, қала көшелерін біраз келген Арай, анасының жұмыстан әлі келмегеніне қынжылып, мұздатқыштағы дайын тамақты ысытып жеуге де ерініп жатып маужырап кеткен еді. Шырылдаған телефон даусына селк етіп оянып кетті. «Бұл Ақбарова Ақмаралдың үйі ме?» «Иә, тыңдап тұрмын». Ақмаралды көлік қағып кетті. Қазір ауруханада, халі нашар. Одан кейінгі болған нәрселері еміс-еміс есінде. Тұман ішінде адасып жүргенде сезімде. Жан таласып ауруханаға барғанда, тек анасының өлі денесін құшақтап жылағаны. Бірсыпыра адам жиналып, анасын ақтық сапарға шығарып салғаны. Жылап, сілесі қатқан бұған, есірке паянышпен қарағандар болмаса, ешбір туысы, ерке шолжың қызды өздеріне алғылары келмегені. Олардың әрқайсысына жәутеңдеп, қарай, танымайтын адамдарының жетегінде балалар үйінің есігін аттағаны. Бәрі Арай үшін көрген түстей болып еді. Түскі ас кезінде асханаға ертіп әкелген апайым: «Балалар, бізге жаңадан Арай деген қыз келді. Қанеки, Арай, мына жерге отырып тамағынды іш» деп өзі асығып шығып кетті. Бөлмедегілердің бәрінің көзі Арайда. Өңменмен өткен жанарларынан тай салып, көжектей көрген Арайдың тамағына ас өтер емес. «Танысып қойық, сұлу қыз, менің атым Қайыр» деп қолын созған баланың қолын алудың орнына: «Менің тәбетім жоқ, мынаны сен жей бер» деп алдындағы тағамды ысыра салған Арай орнынан тұрып бөлмесіне қарай беттеген. «Ой, нифига себе, Кана, дана борзая» деп қарсы отырған орыс қыз қасындағы құрбысымен бұған қолын ұсынған балаға әрденені айтып жатты. Бөлмесіне кіріп төсегіне жатқаны сол еді. Асханадағы екі қыз кіріп келіп: «Ей, новенькая, саған бұл жердің тәртібін үйретуге келдік. Аты өзіңнің кеудеңе нан піскен сияқты» деп еді. Қасындағы көрші қыз зып беріп есіктен шыға жөнелді. Өзіне қарсы келген орыс қызының қолын бұрап жіберген Арай оны өзіне теріс қаратып, қолын қатты қысқан күйі тістеніп: «Маған тиісуші болма, ұқтың ба?» Мектепте ұлдармен жүріп, кейде тіпті қыздармен төбелесіп те көрген Арай анау-мынау адамға дес бермейтін. Өзінен әлде қайда денелі қызды оп-оңай бұрап тастағаннан
Сескенген қасындағы құрбысың да беті қайтып қалды. Екеуін итеріп бөлмесіне қуып шыққан оған сүйсіне қарап тұрған Қайырға қарап: "Не болды? Сонша бір концерт көргендей болып тұрсың ғой", деген түйіліп. "Мына үйде талайдан бері іш пісіп жүреді. Сен келіп кішкене жаңғырып қалды ғой. Күлкім кеп кетті. Байқа, қатты күлем деп ыңғайсыз жағдайға қалып жүрме", деген Арай есігін тарс жапқан. Қайырдың биыл мектеп бітіріп 18-ге толатын жылы. Алла қаласа балалар үймен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алмақшы. Сабағының үлгерімі жақсы, қоғамдық жұмыстарға белсене араласатын Қайырды балалар үйінің директоры Зоя апай жақсы көреді. Сондықтан да ол кісінің бөлмесіне еркін кірген Қайыр Арай туралы сұрап біліп алған. Оның жақында ғана анасынан айырылып, тірі туыстары бар болса да, балалар үйіне түскен естіп, Арайдың жараланған, қасқырдай ызаланған жайын ұққан ол, оны алыстан бақылап жүрген. Арай балалар үйіне түскеннен соң көп ұзамай-ақ аяқ астынан Зоя апайлар қайтыс болып кетті. Ол кісінің мейірімді мінезін аңсап, барлық бала жабырқап қалған. Ендігі күндері не болар екен деген алаңдаулары тегін болмаған екен. Директорның орнына келген орта жастан асқан, қатулы қабақты Мұхтар есімді азамат балаларға аса қатал болып шықты. Бұрындары емін еркін жүгіріп жүретін балалар аяқтарының ұшымен жүріп, қатулы қабақтардан қаймығып қалған. Оған қоса, осы кісі келгеннен ақ балалар үйінің тамақтарды бұзылып кетті. Өзінің танысын асханаға алған олар мезгілі өтіп кеткен арзан қолды тамақтармен тағам жасауды әдетке айналдырып, артық ақшаны қалталарына басып алатын балалар үйінің жұмысшылары сезгенмен де ешкім қатал директорға қарсы тұра алмады. Жәутеңдеген балалар үшін араша боламын деп өз жұмыс орнынан айырылып қалғылары келмеген олар үнсіз жүруді жөн санаған. Өз үйіндегі анасының дәмді тамағын аңсап, бұрыннан жарытып тамақ ішпейтін Арай мүлдем астан бас тартып бір күні талып қалды. Жедел жәрдем орталық ауруханаға апарып жатқызып, қыздың ағзасы әбден аштықтан әлсіреген айтқан дәрігерлер біраз күн үйіне салып дәрумендер қабылдау керек деп ауруханаға жатқызған. Арайдың жатқан палатасына директор кіріп келгенде ол төсекте жалғыз жатыр еді. Қасындағылар далаға серуендеге шығып кеткен. "Арай, қал жағдайың қалай? Қырсығып тамақ ішпеймін деп жүріп, мынадай жағдайға тап болдың. Бәрі өзіңнің кінәң. Саған кім келіп балалар үйіндегі ас мәзірі туралы сұраса да жамандап айтушы болма. Өзіңнің ол жерге қайтып келетінін ұмытпа. Сіз келгеннен бері тамақтың итке құйса ішкісіз болып кеткен өтірік емес қой. Жап аузыңды, жетімек. Өзіңнің кім екеніңді ұмытпа. Маған қарсы келетін сен кімсің?" Көзін адырайтып, төне қараған бойы қолмен бұның көрпесін тартып ашпақшы болған кезде Арай директордың қолын оңдырмай тістеп алды. Түгін қалдырмай боқтап ала жөнелген Мұхтардың жұдырығы жұмылып, бойы қалш етіп, түрі бұзылып кеткен. "Мұнда не болып жатыр? Не айғай шу?" деп кіріп келген медбикені көрген Арай "Уф" деп есін жиса, Мұхтар сасып қалып, өтірік күлімсіреген болып, "Жай қолымды соғып алдым байқауста. Жарайды. Арайка тез сауып кет, менің айтқан ақылымды ұмытпа" деп ақырын басып шығып кеткен болады. Сол беті ашуы тарқамаған Мұхтар өз кабинетіне келіп, қымбат коньякты сіміріп алып, жоғары сыныпта оқитын Арина есімді қызды өзіне шақыртып алды. Арина өз жасынан үлкен көрінетін, әрдайым боянып, сыланып, өзінен кішілерге қысым көрсетіп, өзін ерекше паң ұстап жүретін бой жеткен. Өзінің сыныптасы Қайыр қыз жігіт болып жүруге ұсыныс жасағанмен де оны менсінбей қойған еді. Енді міне, осы директор келгеннен бері бірнеше рет көзін сүзіп өткенін байқап қалған Мұхтар Арина кірісімен оны мақтап ала жөнелді. Коньякты құйып ас үстіне түскен. Өзіне деген сый құрметтен және ішіп алған ащы судан бойы балбыраған Арина өзіне қарап ынтығып тұрған, өзінен әлдеқайда үлкен ер азаматтың құшағына қалай құлаған өзі де білмей қалды. Ойына алған оп-оңай іске асырған Мұхтар масаттанып, кабинетінің кавралан төселген еденде
құшағындағы жап-жас қызды умаждап, рахатқа бөленіп жатып, өзім бір құдайды сезінген. Мына балалар үйі бұның ашса алақанда, жұмса жұдырығында. Бүгінгі қолын қыршып алған ана Арай бейшараны шыбын құрлы көрмей, бірақ мыжып тастайды әлі. Басшылық Аринаның қолын ештеңеден қақпай, оның жасаған бұзақылықтарына көз жұма қарағандықтан да Арина өзінен кішілерге күн көрсетпейтін болған. Әйтеуір күнде бір нәрсе ойлап тауып, бір бүлік шығаратты жүреді. Бүгін ауруханадан оралған Арай асханаға кіріп, орнына отырған сол еді. Арина жетіп келіп, «Әй қыз, тұрмына жерден, бұл орын менікі», деген тістеніп. «Не сатып алып бедің?» Өзінен кіші қыздың қарсы келгеніне жыны қозған Арина жұдырығын ала жөнелген. Арайдың бетіне таяп қалған Аринаның жұдырығын шап беріп ұстап алған Қайыр. «Арина, қойсаңшы, саған не болған? Өзіңнен кішкентайларға тиісіп әбден құтырып кетіпсің ғой». «Кана, не мешай». Көзі қанталап кеткен қыз ештеңеге көнгісі келмейді. Осы кезде тәрбиеші асханаға кіріп, «Қане балалар, кешкі астарыңды ішіп болсаңдар, бүгінгі би кешіне дайындалыңдар», деген естіген барлығы улап-шулап есікке қарай лап қойды. 2 аптада бір болатын би кешін тосып жүрген олар Арина мен Арайды тастай сала солай қарай асқан. «Рахмет саған», деген Арай алғаш рет Қайырға байыппен қараса, Арина тістеніп, «Әлі кездесерміз, сазайыңды беремін», деп теріс айнала берді. Би кешінде көңілсіз тұрған Арайдың жанына Қайыр келіп биге шақырды. «Менің биге зауқым жоқ», дегеніне қарамай алып шыққан. Олар жай әуен ырғағымен тербеліп жүреді. Әуен ауысқан кезде Арай жылап жіберді. «Не болды саған?» «Мына ән анамның сүйікті әні еді», деп сол қылдаған Арайды кеудесіне басқан Қайыр шасынан сипап, «Жылап ал, мауқыңды бас», деді. Бейақтаған соң, «Жүр далаға шығып таза ауа жұтып келейік, басыңның ауырғаны басылады», деген Қайырға ілесіп, есік алдындағы қақпаға келді. Күзетші атаға кіріп сөйлесіп шыққан Қайыр бұны ертіп қақпаның сыртына шықты. Қарсы бетте орналасқан көп қабатты үйдің шатырына еш кедергісіз шыққан кезде ғана Арай: «Сен бұрыннан осылай шығып жүрмедің? Мына жер сенің қыздарыңды әкелетін жерің бе не?» деп таңданды. «Бұл жер менің көңіл күйім болмаған кезде келетін, тек өзім ғана білетін, көңілімді тыныштандыратын жер. Неке қараш, бүкіл қала аяғың астында жатқандай. Осы сәтте өзіңді осы өмірдің қожайыны сияқты сезінесің емес пе? Қараш, шынымен ақ керемет көрініс. Мың құбылған шамдардан құралған Арайдың да анасы қайтыс болғаннан бергі қамыққан көңілі бір сәт жадырап қалғандай, өзін бір бостандыққа шыққандай сезімге бөленген. «Қайыр, сенің өкінішің бар ма?» «Оны не үшін сұрадың?» «Мен қазір анамды орынсыз ренжіткенім үшін, оған жиі жақсы көретін жайлы айтпағаным үшін қатты өкінем». «Арай, анаңды жоқтап қатты қайғырып жылай берме. Сенің көз жасыңа қабірі суға толып жаны жай таба алмайды анаңның о дүниеде. Өзіңді өзің қолға ал». «Қайыр, менің анам мен түгілі ауруханадағы ауруларды қимай, өмірінде бір демалысқа шығып қыдырып көрмепті. Менің басқалардан кем болмауымды ойлап, өз жағдайын әркез кейінге қалдырып жүргенде, бірақ күнде көзден бұлбұл шықты. Оның өліміне кінәлі адам қазір әлі бостандықта жүр екен. Нағашы атам, апам тірі болғанда, мен мына балалар үйінің есігін аттамас едім. Анамның кегін алар едім, шіркін». «Ал әкем қайда?» «Әкем анамды аяғы ауыр кезінде тастап кеткен екен. Анам әкем туралы сұрағанында ұнатпайтын ол. Сондықтан мен әкемнің не аты жөнін, не бұл өмірде бар жоғын білмеймін. Қамға берме. Сен қайта 14 жыл анаңның арқасында бақытты балалық шақтың дәмін таттың ғой. Ал сен қашаннан бері бұл жердесің?» «Менің әкем жас кезінен қылмыстық топпен бірге болып, мен өмірге келген соң, олардан алшақтап, сол кәсібінен бас тартқысы келген екен. Оны жібергісі келмеген басшысымен келіспей, ақыр соңында оны өлтіріп тастапты. Сол басшының сойылын соғушылар анамнан кегін алып,
ақыр соңында өлтіріп тынған екен. Әкем аз түрмеде. Бірінен тірідей, бірінен өлді айырылған мен балалар үйіне түскенде небәрі 4 жаста болған. Арай Қайырға аянышты жүзбен қарап қалған еді. Қайыр күлімсіреп: "Арай, өмір жалғасады. Балалар үйіндегі әр баланың басындағы ауыр тағдырын естіп, біліп, бойың үйреніп кетеді әлі. Қой, уақыт болды. Bir кеше аяқталмай тұрып қайтып үлгеруіміз керек. Кеттік" деп, оның қолынан ұстап түрегеле берді. Екеуі бұның бөлмесінің алдына келгенде: "Қайыр, Арай, сен маған бір көргеннен ұнадың. Неге екенін білмеймін. Сені көргім кеп тұрады" деген. Мұның көзіне мерлене қарап, Арайдың жүрегі кеудесінен шығып кетердей болқынып, беті қызарып, аяқ қолдарынан жан кеткендей қалтырап, өзіне бұрын белгісіз сезімге бөленген. Сыпайы ғана алғысын айтып, Қайырды шығарып салған соң, төсегіне құлай кеткен Арай, алғашқы махаббат айдынына қадам басқанын сезіп, алдағы өмірі әдемі түскенгендей күй кешкен. Ертеңінде Қайыр Айлинаға: "Арайға енді тиісші болма. Бұл күннен бастап біз екеуміз бір жұппыз. Ой, больно надо. Фу, тоже мне великая любовь" деп мысқылдаған Аринаның бар ойы директорды қалай да болса қармағына түсіру болып, екеуін жайына қалдырған. Балалар үйіне директор болу үшін қомақты ақша беріп, жайлы орынға жайғасқан Мұхтар жетімдердің қал жағдайын жақсартуды емес, өз құлқының, өз жағдайын жасаумен әуре. Әсіресе жас иіс Арина оның нақ сүйері болып қалғанын орындап, бұның айтқаннан шықпайды. Әлі 18-ге толмаса да, өзінің білмейтін бәлесі жоқ. Көзі мөлтілдеп: "Менің сүйікті арыстаным сол. Сен мені сүйесің ғой, е? Маған үйленесің ғой, е?" дейді, бұны аймалап жатып. "Армандапсың көк тоқты, қорадағы көк шөпті" деп іштей мырс ерте қалса да, оған білдірмей, "Әрине жаным" деп өліп өшіп сүйген адамның кейпіне не қалады. Ана Арай деген қыз әбден менің зығырданымды қайнады. Өзі кіп-кішкене болып алып, кеудесін соққан бір бәле екен. Кеше аспазға барып, тағамдарды дұрыс дайындамаса, шағымданудың жолын табамыз деп қорқып кетіпті. Қасында ғана Қайыр сүмелегімен. Енді аз ғана уақыт қалды ғой. Қайыр 2-3 айда бұл жерден кетеді. Сол кезде көреміз оның әуселесін. Кстати, Жан, мен де биыл кетемін ғой мына жерден. Маған тұратын дұрыс жер дайындап жатырсың ба? Екеумізге ғана арналған махаббат мекенін деп аузын бір түйітқан Аринаны аймалап сүйіп жатып: "Жарайды, 2-3 ай тосайын. Әлі-ақ менің дегенім болады" деп ойлаған Мұхтар да Қайыр мен Арайды жайына қалдыруды жөн көрген. Алғашқы рет керемет сезім құшағына бөленген Арайдың бақыттан басы айналып, ерекше көңіл күйде жүр. Сабағының тез аяқталуынан сап, Қайырды көруге ынтызары ауатты тұрады. Оны көре сала, арсалаңдап жүгіріп барып мойнына асыла кететін Арай өз сезімін білдіруден қысылмайтын болған. Тіпті кеше алғаш рет сүйісудің бал шырының дәмін татып көрді. Оның тілінің ұшы өз тіліне тиген кезде денесін тоқ ұрғандай, бүкіл қан тамырлары шымырлап, ішінде сансыз көбелек қанат қаққандай, тәтті сезімге елтіген Арайдың аяқтары бүгіле берген. Кіп-кішкентай Арайды алақанына салып көтеріп алған Қайыр қайта-қайта сүйіп, шөлі қанбағандай кейіп танытқан. "Сен кеткен соң мен қалай бұл жерде қалам? Алаңдама. Мен күнде келіп тұрам." Екеуінің әңгімелері таусылмай, армандаудан жалықпай, алдағы өмірлеріне жоспар құрып, ұзақ отыратын олар үшін алдағы өмірлері керемет еді. Бірақ бәрі біз ойлағандай болмайды ғой. Уақыт зырылдап өтіп, міне Қайырдың балалар үйімен қоштасар кезде келіп жетті. Арайды қимай, қиналып, жанын қоярға жер таба алмай жүр. Арайдың да көз жасы көл болып, мына жалған дүниеде жалғыз өзі қалғандай көңілі құлазып кеткен. "Жаным, жыламашы. Алла қаласа орналасып болған күні ақ келем. Телефон сатып аламын. Сол арқылы күнде хабарласып тұратын боламыз. Қайыр, мен қорқамын. Сені енді көре алмай қалатындай сезімдемін. Өз ойымнан өзім қорқып кетемін, бірақ ештеңе істей алмаймын.
Қойшы Арай, қайдағы жоқты айтпай. Бәрі жақсы болады деп, ақырғы рет кездесуіне қыса құшақтаған қайыр, артына жалтаң қарап, ұзап кеткенге дейін, соңынан қарап, балалар үйінің темір шарбағына жабысып тұрған Арайдың көзі жылаудан білеудей болып ісіп кеткен. Біреу келіп жүрегін жұлба кеткендей. Содан бері 2 күн емес, 2 жыл өткендей, елеңдеумен күн өткізіп жүрген Арайдың ештеңеге зауқы жоқ. Құры сүлдерін сүйретіп, тамаққа да тәбет шаппайды. Бүгін кешкі асты шұқылап, иісін алмай, аузына салмаған күйі келіп, төсегіне құлап ол, түн ішінде кішкентай балаларын жылап, шулағаннан оянып кетті. Мерзімі өтіп кеткен тамақтардан жасалған тағамнан уланып қалған балалар қосып ауырып қалған екен. Әсіресе кішкентай сәбилердің қиналғанын көргенде, ашудан зығырданы қайнап кеткен Арай жүгіріп директордың бөлмесіне келді. Кабинетіне диван әкеліп қойдырып алған Мұхтар көбінесе жұмыс орнында түнеп қалатын еді. Бірақ бүгін ол бөлмесіне болмай шықты. Дәл осы уақытта қаланың басқа шетінде жалдамалы пәтерде Аринамен бірге түнін өткізбек болып келген Мұхтар нақ сөйле екеуі балконда құшақтасып тұрған еді. Жан, менің саған айтар керемет жаңалығым бар. Айта ғой. Екеуміздің кішкене балапанымыз болады деп, қуаныштан жүз жарқырап тұрған Аринаны өзінен жұлқы итерген Мұхтар. Балапан несі, сенің есің дұрыс па? Неужели мен саған үйренеді деп ойлайсың? Сен кімсің, мен кіммін? Қалайша, Муха, сен мені сүйесің ғой. Үйренемін деп өзің айтушы едің ғой. Сен де жетімекке үйленетін, мен саған кіммін? Сенің өзі басың жұмыс істемей ме? Солай ма? Ондай кәмелетке толмаған мені зорлады деп айыптап, абыройыңды айрандай етем. Сенің жасап жүрген барлық масқаларыңды әшкере етемін әлі. Ашудан қалш-қалш етіп жылап тұрған Аринаны бетінен салып қалған Мұхтар алса кеткен қызды бар пәрменмен итеріп жіберді. Балкон жиегіне солса да орнынан ұшып тұрып, Мұхтардың жағасына жармаса кеткен Арина өткір саусақтарымен мойнын қосып өткен. Мұхтар мойнында қанды із қалғанына ашу келіп, не істеп, не қойғанды есеп бермеген күйде Аринаны көтеріп алып балконнан бір-ақ лақтырды. Көп қабатты үйдің артқы жағында орналасқан балконнан төменге қарап, Мұхтар қап-қараңғы түнектен түк те көре алмаса да, жасаған қылмысының ізін жасыру үшін өзінің осы жерде болған білдіреді-ау деген нәрселердің көзін құртып, қолы тиген жерлерін сүртіп, аяғын ұшымен басып шығып кетті. Өзін ешкім көрмегеніне қуанып, қылмысы орнынан ұзап кеткен кезде, телефонына балалардың жаппай тамақтан уланып қалғандығы туралы хабарлап, жұмыс орнына асыға бет алды. Ертеңде Аринаның өлі денесін тауып, кім екен, қандай жағдайда қаза болғанын табу үшін теледидардан оның суретін жаңалықтарда көрсете бастады. Үйін жалға берген адам Аринаның жетім екенін білетін, іздейтін ешкімі жоқ шығар. Білдім десем өзімді тергеп есімді шығарар, одан да аш құлақтан тыныш құлақ деп түк білмейтін адамдай өз үйін ол күндері ешкімге жалға бермеген айтқан. Одан басқа ешкім Аринаны танымайтындай еді. Қыздың өлімі жұмбақ болып қала берді. Бұл кезде жедел жәрдеммен ауруханаларға жеткізілген балалар жағдайына қанық болған құзырлы органдар балалар үйіне тексеріспен келе бастады. Басқа балалар үндемеуді жөн санап, сұрақтарға басшылар үйреткендей жауап бере бастағанына ызасы келген Арай бар жағдайды айтып беру үшін асығыс директордың кабинетіне кірді. Тексерушілер көрінбейді, диванда жайбарақат Мұхтар отыр. Бір топ тексерушілердің қалталарын қампитып, мейрамханадан тапсырыспен алдырған дәмді тамағы мен қымбат ішімдіктерін ішкізіп, шығарып салған ол үлкен жұмыс атқарғандай. Өзі де масайып, демалуға жатқан бет еді. Теледидардан беріліп жатқан концертті көріп, жатып көз ілініп бара жатқан. Есікті жұлқы кірген Арайға елжіреп қарап, бұл кім ей? Арай, сен бе? Келе ғой деп, орнынан қалбалақтап тұра берді. Аринаның ыстық құшағын ұмыта қоймаған Мұхтар Арайды көзімен шешіндіріп өліп өшіп барады. Алдында тұрған қыздың әлі жасы 14-тен аспаған жас бүлдіршін екенінде ойлап тұрған жоқ. Арай, сен қайыр туралы білуге келдің бе? Оның қай жерге орналасқан білгің келе ме?
Қайырдың атын естіген кезде оны сағынып алаңдап жүрген Арай басылып қалды. Кіре ғой, кел, мына жерге жайғасып отыра қал. Қазір мен қағаздарды көтеріп көрейін. Есіл дерті қызды қалайды алдап өз дегеніне көндіру болған. Мұхтар құлыққа көшкен. Сен мына тағамдардан ала отыр, қандай сусын ішесің? Жоқ, мен ештеңе ішпеймін дегенмен де стол үстіндегі жайнап тұрған дәмді тағамдардың иісі мұрнын жарып, аш асқазаны бұрап, ауыра жөнелген Арай еріксіз сілекейін жұта берген. Арай, мұндай тамақ күнде табылмайды. Қане, дамытат көрсенші. Тарелкаға әртүрлі тағамдардан салып алдына қойған Мұхтар. Қазір мен қағаздарды қарағанша жеп тойып ал, деп өзі стаканды басына көтеріп ішіп алды. Өзін қанша тезегісі талайдан бері дәмді тамақ жеп көрмеген Арайдың нәпсісі жеңіп, алдындағы тағамды жеуге кіріскен. Шынымен де керемет дәмді екен, тоқтай алмай жатыр. Қыздың арт жағынан келіп, есін құшарлана иіскеп, қызығып қараған Мұхтар аяғының ұшымен барып есікті кілттеп үлгерді. Сылдырлаған кілттің даусын естіген Арай орнынан атып тұрып, қорыққаннан көздер бақырайып, сіз не істеп жатырсыз? Неге есікті жаптыңыз? Маған жолаушы болмаңыз, деп қолына шанышқыны қыса ұстаған күйі шегіне берді. Сол кезде теледидардан Аринаның бейнесі көрініп, аяғы ауыр келіншектің өлі денесі табылған туралы хабарлама беріле бастады. Арина, оны сен өлтірдің бе? Мен білемін. Ол сенің нақ сүйерің болған еді ғой. Аяғы ауыр екен естіп, өлтіріп тындың ба сен хайуан, деп айғайлаған Арайдың аузын басып, бас салған Мұхтар оны диванға алып ұрды. Кішкене қыз қанша бұлқынып, қарсыласқанмен де ең кезерде еркек екеуінің күштері тең емес еді. Дәрменсіз қызды тыпыр еткізбей бүкіл денесімен басып, үстіндегі киімін мырта бас салған Мұхтар аш қасқырдай. Жап-жас бүлдіршін қыздың тәні есін шығарып өзіне тартқаннан, өз-өзіне есеп беруден қалған хайуан, ар ұят, обал дегенді ойламай, жетімдігін жемкеудегі ұмтылған жыртқыш аңдай көздері аллайық, жоллақ етіп, сілекейін шұбарып, бір қолымен қыздың мойнын қыса ұстап, екінші қолымен бүкіл денесін тіміскілеп, өліп өшіп, арсылдап жатыр. Сумақай қолдары денесіне тиген сайын тұла бойы түршігіп жатқан Арайдың айғайлауға да шамасы жетпей, тамағынан қырылдаған ғана дыбыс шығады. Өңешін езіп қысқан қарулы саусақтар тамағын үзіп жібергендей, көзі қарауытып, енді болмаса есінен танып қалатындай. Дегенмен де өліспей беріспеуге бел буған Арай жанталасып, бойындағы бар күшін жинап, оңтайлы сәтті пайдаланып, қолындағы шанышқыны Мұхтардың дәп көзіне қадап үлгерді. Кірш етіп кірген шанышқы дыбысымен ұрған еркектің дауысы қатар шықты. Бауырғы етіп көзінен атқылаған қан Арайдың бетін жуып кетті. Екі қолымен бетін басып, қыздың үстінен жерге құлап түскен Мұхтардың жан дауысы шығып, қолдары дір-дір етіп, шошайып қадалып тұрған шанышқыны суырып алуға ынталанып, тізерлеп жерде отыр. Есін жиған Арайдың бойына ерекше күш пайда болып, орнынан серпіле атып тұрған ол, стол үстіндегі бөтелкемен шоқайып ыңырсып отырған еркектің қара құсын дәлдеп, бар күшімен бір-ақ берді. Бөтелкенің күл паршасы шығып, еңгезерде еркек екенге соққылады. Жалма-жан есіктің кілтін алып, жүгіріп барып есікті ашқан Арай, дәлізге шығып еңіреп, жылаған күй алдынан алғашқы кездескен тәрбиешінің құшағына ес-түссіз құлап түсті. Үсті басы алба-жұлба бетін қан жуған қыздың былқ-сылқ еткен денесін құшақтаған күйі, айғайлай жөнелген тәрбиешінің қасына лезде балалар да, басқа жұмысшылар да жиналып қалды. Директордың бөлмесіне кіріп, еденде қансырап жатқан Мұхтарды көрген олар, бірі дәрігер шақырып, бірі полиция шақырып әбігер болып жатыр. Талайдан бері басшыларының жасаған тірліктеріне көңілдері толмаса да, пыш-пыш әңгімеден әрі аса алмай жүрген олар, бүгінгі көріністен соң ашу-ызаға болғып, барлығы болған істің байыбын айтпай-ақ түсініп тұр. Есін жиып ыңырсып жатқан Мұхтардың қол-аяғын байлап тастаған ер адамдар, оны бірінші болып келген полиция көлігіне өздері сүйреп жеткізіп берді. Көзіне қадалған шанышқысы дірілдеп, көзінен қанмен бірге сорасы аққан Мұхтар сүмірейіп, тым мүсәпір болып көрінеді.
әлі сұп-сұр болып қырылып жатқан Арайды жедел жәрдем көлігі ала жөнелді. Жол бойы қажетті ем-домдарын жасағанмен де есін жинамаған қыздың бетіне алаңдаумен қарап, тезірек ауруханаға жеткізуге тырысқан дәрігерлер жанталаспақ жатыр. Арай осы мезетте қалың бұлттардан ары қалықтап ұшып, керемет әдемі алаңқайға кеп қонған. Айналаға тамсана көз салып, аяғының ұшымен қалықтап сығып келеді. Денесі жеп-жеңіл, әдемі бір күйгенген. Анадай жерде мейірлене қарап тұрған анасын бас салып құшақтап, «Анашым, сені сағындым ғой, мені неге тастап кеттің?» деп жыламсырап. «Арай жаным, сен мықтысың, мен де сені қатты сағындым, бірақ сен бұл жаққа асықпа, саған әлі өте ерте» деген анасына жабысып. Жоқ, мен бұл жерден кетпеймін, сенің қасында қалғым келеді» деп еңіреп, етегіне жабысқан. Анасының мейірімді түрі қатуланып, өткір жанары өңменінен өтіп, бұны өзінен жұлқы итерген. Арай қатты жылдамдықпен көкке ұша жөнелгендей, бірақ денесі ауырлап, өне бойы сырқырап ыңырси берген. Ауруханаға жеткізе сала жансақтау бөліміне жатқызды. Бұл өзінің анасы қанша жыл еңбек еткен бөлім еді. Алланың шеберлігіне қалай таңғалмайсың? Арайды қабылдап алған дәрігер анасының жақын құрбысы Жамал апай еді. Марқұм Ақмарал құрбысымен осы бөлімшеге келіп жүретін Арайдың мынадай аянышты халын көргенде, еріксіз көзіне жас келген Жамал бірден құтқару жұмысына кірісіп кетті. Арайдың кеңірдегіне зақым келген екен, Алланың қалауымен ота сәтті аяқталды. Қасында болған Жамал қолы қалт еткенде, өзінің о дүниеге асығыс аттанған құрбысының апайына телефон соғып та үлгерген еді. Ақмаралдың апайы ақ жарқын сіңлісінің қазасынан соң артында қалған тұяғы Арайды асырап алмақшы болған еді. Оған күйеуімен қарт енесі екеуі қарсы болып, екеуінен асып кете алмағандан да Арайды ойлап сары уайымға салып жүретін. Суық хабарды ести сала екі өкпесін қолына алып ауруханаға жетті. Жансақтау бөлімінде жатқандықтан бұны ішке кіргізбеген еді. Есігін торуылдап, еріксіз күтіп отырғаннан басқа амал қалмаған. Бұл кезде Мұхтар қамауға алынып, Арайға көрсеткен қорлығынан басқа Аринаның өліміне деген себепкер екендігі айқындалып, үстінен тергеу ісі басталып кеткен. Балалар үйіндегі жасаған былық шылығының да бет ашылып, темір торға ұзағынан тоғытылатыны анықталды. Бәрінен де тергеу изоляторында отырғандар Мұхтардың қандай қылмысқа барғандығын естіп алып, оның әр күнін тозаққа айналдырып алған. Қайры болса, балалар үйінен шыққан соң өзіне бөлінген үйге келіп орналасқан еді. Қаланың шетінде орналасқан ескі көп қабатты үйдің үстіңгі қабатындағы бір бөлмелі үйдің әбден тозығы жеткен екен. Не ішінде жиһазы жоқ, қаңырап бос тұр. Бірнеше күн сол бөлменің ішін жуып шайып әктеуге кетті. Өкіметтің қолына берген азын-аулақ ақшасына керек жарақтарын алып, баспанасын ретке келтірген ол, балалар үйіне асыға жеткенде ғана сұмдық хабарды естті. Дереу Арай жатқан ауруханаға жетті. Жүгіре басып жансақтау бөлімінің алдына жеткенде, ақ жарқын мен Жамал есік алдында сөйлесіп тұреді. Төрі өрт сөндіргендей болып, аптығып жеткен Қайыр екеуіне: «Арай осында жатыр ма? Қал жағдай қалай? Тірі ме өзі?» деген жыламсырап. Алдарына келіп тірілдеп, Арайды іздеп тұрған сұңғақ бойлы жігіттің келбетіне қараған ақ жарқын мен Жамал екеуінде өңдері бұзылып, бір-біріне қараған күйі состиып тұрып қалды. Бірінші болып тілге келген Жамал: «Арайдың халі орташа, ота сәтті аяқталды, бірақ әлі есін жиған жоқ. Өзің кім боласың?» «Мен Арайдың жан досымын. Жоқ, жай ғана дос емес, жігітімін». «Не дейді? Жігіт несі? Ойбай-ау, Арай әлі 15-ке толған жоқ емес пе?» Әңгімеге араласқан ақ жарқының дауысы қатты шығып кетті. Бұлардың жандарына жүгіріп жеткен медбике тыныштық сақтаулары керектігін ескертуін жасаған соң, қайран-қайсызданып далаға шығып кетті. Ішінен өзіне айғай салған әйелдің Арайдың туысы екенін сезіп, өзіне алая қарайған көз жанарын елестетіп, туысы бола тұра Арайды жетімдер үйіне өткізгенін ойлап, зығырданы қайнап отыр.
Өзі сондай кәрде емес, үстіне киген киімдеріне қарап, жерге қарап отырмағанды көрініп тұр. Қалай ғана бір туған туысының артында қалған аманатын көзі қиды екен. Мына жағдайға ұшырағаны әрбірден соң өзі кінәлі бола тұра бұған сонша айғайлаған несі? Қайырдың жұдырығы түйіліп, аяғымен жерді тепкілеп түксиіп отыр. Бұл кезде ауруханада Жамал, сен байқадың ба? Ақ жарқын Жамалдың иығын қысып тұрып, жүзіне үңіліп қарағанда түрі аянышты болып кетті. Иә, тура мұхит, тіпті кіріп келгенде даусым шықпай қалды ғой. Оны көрмегелі 16 жыл болыпты, бірақ сол қалпы тіпті өзгермеген мұхит кіріп келген сияқты көрініп кетті. Сонда ол мұхиттың ұлы болып шықты ғой. Аузын алақанмен басып, көз алақандай болып кеткен ақ жарқынның өңі қашып кетті. Иә, демек, Арайдың ағасы болады ғой ол сонда, деді Жамалды сыбырлап. Жігітімін деп тай салмай айтқаннан тіксініп қалдым ғой. Араларында бірдеңке болмады ма екен? Ой Құдайым-ай, бәріне мен кінәлімін. Неге ғана Арайды өзім алып қалмадым? Ақ жарқын өз басын тоқпақтай жөнелді. Қой ақ жарқын, сабыр сақта. Арай әлі кішкентай қыз ғой. Бірақ не де болса ана баланы қазір Арайға кіргізбеу керек. Оған қазір еш нәрсеге алаңдауға болмайды. Өзі есін жейді ме екен? Сен осында бол. Мен ішке кіріп келейін деп, Жамал асыға басып кіріп кетті. Жан сақтау бөлімінің алдында орындықта отырған ақ жарқын терең ойға беріліп кетті. Көз алдында осыдан 16 жыл бұрынғы өмірі жылжып өтіп жатыр. Ол кезде ақ жарқынның келін атанғанына жылдан асып кеткен еді, бірақ сонда да жаңа отбасына үйренісе алмай жатырқап жүрген кезі. Атасы қайтыс болған, енесі өте қатал, үнемі ештеңеге көңілі толмай ашуланып жүретін, күйеуі күндіз түні жұмыста, ештеңені ойламай бұлаңдап ерке өскен қыз үшін жаңа отбасына сіңіп кету оңайға соқпай жатқан. Әсіресе өзінің егізіндей болып кеткен сіңлісі Ақмаралды қатты сағынып жүрген. Екеуінің әңгімелері таусылмай, қиялға беріліп, құшақтасып жататын түндерін сағынатын. Бұл үйде сырласатын ешкім жоқ еді. Өзі жақсы көріп үйленген күйеуі қосылғаннан соң өзгеріп кеткен. Бұны бұрындағыдай еркелетпейтін, үнемі жұмыстан шаршап келіп, дайын тамағын қабағы ашылмай отырып ішіп, тездетіп ұйқыға кетуге аңсап тұратын. Оның үстіне енесі бұның бір тірлігіне көңіл толмай, әлі нәресте сүймеген бетіне басып, ұлын айтақтап отыратын. Екеуі де екі оттың ортасынан тез қашып шыққысы келіп, басын бүркеп, жата салып, таңертең ерте жұмысына асығып кете қалып қалатын. Сондықтан да анда-санда үйлеріне Ақмарал келген кезде ақ жарқын бір жасап қалатын. Енесі жақтырмаса да бар тәттісін қойып шайын берген соң бөлмелеріне кіріп шерін бір тарқататын. Ақмарал керемет тыңдаушы еді ғой шіркін. Мінезді, сүйкімді, әрдайым адамға жылы шыраймен қарап, көмектесуге дайын тұратын, оған қызығушы, сөз салушы жігіт аз емес еді. Бірақ жасы 25-те асып бара жатса да, бар ойы жұмыста болып, бет алды қақ соққа көңіл білмейтін, ол ешкімен көңіл қоспай, томаға тұйық жүретін. Ақмарал-ау, сен қашан қыз болып, өз бақытыңды табасың деген апайына. Менің жүрегім тыныш, әпкетай, өз адамды жолықтырғанда жүрегім айтады дейтін, күлімсіреп. Байқа, жүрегіңді тыңдап жүргенде кәрі қыздар қатарына қосылып кетіп жүрме? Қойшы, тесік мұншақ жерде қалмайды. Күйдім, сүйдім деген сенің өзіңше. Жезден екеуің жыл болмай жатып, бөтен адам сияқтысыңдар. Мен асыққым келмейді. Мен тек жүрегіммен тыңдаймын. Өз адамымды кездестірген кезде ғана тұрмыс құрам. Әй қайдам деген ақ жарқын өз жағдайын айтып кететін. Бір күні Ақмаралдың жүзі бал-бұл болып жанып келді. Әпке, менің үнсіз жүрегім өз қалауын тапқандай. Мен өз адамды кездестірдім. Бәрі келді. Мынауың керемет жаңалық қой. Кім ол? Қайда таныстың? Тездетіп айтшы. Әпке, қайда болушы еді? Ауруханада. Аты Мұхит.
жедел жәрдеммен әкелгенде ес-түссіз жатқан. Менің қарауыма бөлінген соң қасынан кеткім келмей ерекше күйге түстім. Қай жер ауырады екен? Пышақталып түсті. Ойбай-ау, мына заманда бет алды кісі пышақталмайды ғой, бандит емес пе? Сұрастырып көріп едім, көшеде бір қызға ара түсінем деп, мына маскүнемдерден зардап шеккен екен. Есін жиғаннан екеуміздің әңгімеміз таусылмай жатыр. Не сиқырым барын білмеймін. Мен оған тартата тұрады. Байқаш сен қыз, ол туралы еш нәрсе білмейсің ғой. Жамал құрбым да осы соны айтып ызыңдап жүр. Бірақ менің жүрегім осы адамды таңдаған сияқты. Жүрегім демей, байсалдылықпен қарап сынап көр. Көзсіз махаббат құрбаны болып жүрме. Жарайды, алаңдама. Мен де кісі танитын шығармын деп еркелеп бұртиған. Осы әңгімеден соң біраз уақыт үйіне келмей кеткен Ақмаралды бірде өзі іздеп барды. Өңі сынық, көңіл күйі жоқ. Саған не болды? Көрінбей кеттің ғой. Мұхиттың қайда? Маған таныстырасың ба деп күтіп жүрсем, сол бойы жоғалып кеттің ғой. Мұхит ауруханадан шығып кеткен, маған өзі міндетті түрде хабарласам деген. Бірақ сол беті хабарсыз, өзім іздеп барған намысым жібермейді. Не істерімді білмей отырмын. Оны сағынғаннан еш нәрсеге құлқым жоқ. Алаңдама, шынымен сенің адамың болса, Алла бір рет келтіреді. Әлі-ақ іздеп келеді. Содан соң біраз уақыт өткенде, Ақжарқынның енесі басқа қалаға жол жүріп, күйеуі жол сапарға кетіп, өзі үйде жалғыз қалған соң, Ақмаралды шақырған. Ақмарал жалғыз келмей, қасына сұңғақ бойлы, аққұба өңді жігітті ерте келді. Мұхит Ақжарқынға да бірден ұнады. Өзін өте байсалды ұстайды. Қандай әңгіме болсын оңтайлы ойлар айтады. Онымен қоса әдемі қалжыңдасады да қалады екен. Үшеуі өте көңілді кешті бастарынан өткізді. Әдемі фотоға түсіп үлгерді. Сіңлісінің бақытты жүзін көріп, Мұхиттың да оған ілтипатын байқаған Ақжарқын біраз отырғаннан соң екеуін оңаша қалдырып, екеуіне ойша бақыт тілеп, өз бөлмесіне кіріп жатып қалған. Сол бір кештен бері 2-3 ай өткеннен соң бір күні кештетіп Ақмарал келді үйіне. Өңі қашып кеткен, екеуі оңаша қалғанда, Ақжарқын, мен сорлап қалдым. Менің аяғым ауыр. Анамызға айтуға бет жоқ. Бірақ ол кісі де бірдеңені сезіп жүр-ау деймін. Сұрақтың астына алып есім шығарып жүр. Кімнен? Мұхиттан ба, ол қайда? Жағдайында айттың ба оған? Не дейді? Үйленуге ұсыныс жасамайды ма? Мұхиттың әйелі баласы бар екен. Жақында ғана естідім деген Ақмарал еңіреп қоя берді. Сонда да онымен кездесіп аяғының ауыр екен айтпадың ба? Ол сені сүйеді ғой. Ажырасар мүмкін. Жоқ, мен біреуді бақытсыз етіп өзім бақыт таба алмайды екен. Бұл бала тек менің ғана балам болады. Мүмкін алдыртып тастарсың. Қанша ай болды? Жоқ. Қалай ғана олай дейсің? Нәрестенің не жазығы бар? Ол тірі емес пе? Қалайша мен оны өлтірем деп күрсініп. Мен өзім үшін шешім қабылдап қойдым. Басқа қалаға кетем. Сенен өтінерім ешкімге тіс жарып айтушы болма. Ақмарал сөйтіп аяқ астынан басқа қалаға көшіп кетті. Анасына жақсы жұмыс тапқан айтып, бірақ күнде жиналып кетті де қалды. Бұнымен хабарласып, жағдайының жақсы екенін ауруханаға жұмысқа тұрған айтқан Ақжарқын сонда да қоймай жүріп, Мұхиттың мекен жайын біліп іздеп барған еді. Оның кісі өлтіріп, абақтыға жабылған естігенде есінен танып қала жаздады. Өзі қылмыскер, өзі үйлі баранды жігіт, Ақмаралға тең емес екеніне көзі жеткізген соң, ешкімге ол туралы айтпауға шешім қабылдады. Ақмарал аман есен босанғанын, қызды болғанын айтып, хабарласқанда да артынан іздеп бара алмады. Аналар үйде жалғыз қалған соң, барып көмектесіп тұратын. Енесі бұның өз үйіне барғыштағанын ұнатпай, құдағи келсе де қырғи қабақ танытып, дұрыс сөйлестірмейтін. Анасы Ақмаралға қанша барғысы келмегенде де өзі ауырып, қызына жете алмады. Сөйтіп жүріп, бірақ күнде аналары келмеске кетті. Аңырап жерлеуге құнттақтаулы қызымен Ақмарал жеткенде,
туыстары жағаларын ұстап, оны ғайбаттап ала жөнелген. Содан бастап аналарынан қалған шаңырақта ақ марал қызымен тұрып қалды. Ақжарқынның күйеуі, әсіресе енесі, оның бұлардың үйіне келуін жақтыртпай, апалы сіңілер арасы суып кетіп еді. Ақжарқын ақырын барып терезеге қарады. Орындықта тыпыршып отырған жігітке қарап таңғалып тұр. Осынша ұқсастық болар ма еді? Құдды алдында сол кеште көрген мұхит отырғандай. Есігі ашылып, асыға шыққан Жамал. Ақжарқын, Арай есін жиды, бірақ әлі дәрінің әсері кете қойған жоқ. Сондықтан саған онда кіріп қажет емес. Ең бастысы өміріне қауіп жоқ. Сен үйіңе барып демал. Ертең түстен кейін кел, мен де сол кезде болам деді. Терезеден көз салып. Жүр, ана жігітке де айтайық, деп екеуі далаға шықты. Ал жігітім, танысайық. Аты жөнің кім? Арайды қайдан танисың? Атым Қайыр. Жігіт деген әкесінің атын қоса айтпаушы ма еді? Қайыр Мұхитұлы. Арай екеуміз балалар үйінде бірге болғанбыз. Мен 18-ге толып жақында ғана шықтым. Менің жоқтығымнан Арай осындай жағдайға душар болып қалды. Оның халі қалай? Алаңдама, өміріне қауіп жоқ. Бірақ дегенменде ол өте әлсіз ғой. Ол оған қазір қатты қуануға да ренжуге де болмайды. Сондықтан сен біраз уақыт оған көрінбей ақ қой. Үйіңе қайт. Бір жұмадан соң бірақ кел. Алмен мені тауып ал. Оған дейін Алла қаласа Арайда жақсарып қалар. Өзім ертіп барам. Түсінесің ғой мені, деген Жамалға жалтақ қарап Қайыр ұзай берді. Ол негізі келген кезде тағы бір нәрсені ойлап табарым. Неғұрлым екеуінің кездеспеген дұрыс болар. Арай кем дегенде бір айдай ауруханада болады. Оған дейін біраз мәселені шешуіміз керек. Сен оны енді балалар үйіне жөрмейтін шығарсың деп барлай қараған Жамалға. Әрине, құжаттар жинап бастаймын ертеңнен бастап деп сенімді айтқан Ақжарқын үйіне асықты. Ақжарқынның бірақ сырты бүтін болғанмен де іші түтінеді. Күйеуі Болат екі жұмыста істейді. Таңның атысы, күннің батысы үйде болмайды. Алладан тілеп алған үйлеріндегі 6 жыл болғанда дүниеге келген жалғыз перзенттері Ақерке 4 айынан талма ауруымен ауырады. Қай жерде құлап қалар екен деп күндіз түні көзінен таса қылмауға тырысады. Өзі сол беті жұмыс істеп көрмеген адуынды енесі 2 жыл болды аяғынан жүре алмай қалған. Бірақ тілімен тамағы сау, қанша қарап бақса да, астынан тәретін алып отырса да, бұған 1 жылы қабақ танытпайды. Болаттың да әбден мазасын алады. Мінекей осындай жағдайда жүріп, енді Арайды асырап аламыз дегеніне Болат қалай қарайды екен? Енесше, Арай мен Ақерке тіл табысалар ма екен? Арайға бұлардың үйінде тұру ұнар ма екен? Бәріне жалғыз Болаттың тапқан ақшасы жетер ме екен? Ауру баламен кемпірге қараймын деп, Арайға бұл өзі керектің көңіл бөлуге уақыт таба алмай екен. Шақша басы шарадай болып үйіне жеткен Ақжарқын дереу тамақ жасауға кірісті. Ақерке келіп былдырлап бірдеңе айтқан болды. Қызының бойымен денесі өскенмен ақыл ойы сәбиткіндей. Жасы 9-дан асса да әлі дұрыстап сөйлей де алмайды. Кешкі астан соң зыр жүгіріп жүріп, бәр тірлікті бітіріп, Болатқа бүгінгі болған жағдайды толық жеткізіп, енді Арайды қайтадан балалар үйіне жібере алмаймын. Ертеңнен бастап құжат жинауға кірісемін деген сенім дейді. Бар ауыртпалық сенің мойныңа түседі ғой. Әйтпесе мен қарсы емеспін. Жетім қызды жылатып қойғанымыз жарамайды. Тек мамам қарсы болар анық. Не десе де үндемей өз тірлігін жасай бер деді Болат. Арай ертеңінде ғана әбден есін жиды, бірақ дауыс шықпайды. Қанша күшенсе де тамағынан сырылдаған дыбыс қана шығады. Дәрігерлер қағаз бен қалам әкеп берген. Сол арқылы сөйлесіп жатыр. Бірақ қолы талып, басы ауырып, қағазын ашуланып лақтыра алмайды. Осылай бір аптада да зыр ете қалды. Күнде келіп тамағын беріп жүрген Ақжарқын апайының әңгімесінен де зығыр болды.
Асырап алатын құжат жинауға кіріскен айтқанда да немқұрайлы қалыпты қалды. Басқа түссе баспақшыл деп, оны да көрерім деп шешті. Жамал мен Ақжарқын апалардың арқасында тамағы тоқ, бірақ көңіл күйі жоқ. Енді осылай үнсіз қалғаным ба өмір бойы деген үрейде жан жеп барады. Дәрігерлер уақыт өте дауыс тіндерінің орнынан келетін айтып, алдаусыратып қояды. Оған өзі сенбейді. Әйтеуір сары уайымға салынып кетті. Қайырды да ойлап қояды. Не себепті бұны тауып алмады? Әлі балалар үйіне бармағаны ма? Әйтпесе естіп іздеп табар еді ғой ендігі. Сонда бұрынғы бұған айтқан сөздердің бәрі жалған болғаны ма? Қайыр болса апта өткеннен күтпей-ақ кеткен еді. Жамал әрнені сылтауратып арайға кіргізбеген. Салы суға кетіп, қаланың шетіндегі үйіне жеткенше түн болып, тіпті ақшатта бар май жолына қиналып қалған болатын. Қайыр бүгінде Арайды бір көру үшін асығып келеді. Үй жағында көлік жуушы болып жұмысқа тұрып, азын аулақ қаражатын ауруханаға және үйінің екі ортасындағы жолға ұстап жүрген ол, бүгін қалайда Арайды көруге мақсат етіп, Жамал апайға көрінбей, Арай жатқан бөлімге бірден тартқан. Бірақ дәлізден ары қарай ешкімді кіргізбеген соң, еріксіз есігін қарауылдап тұрған. Артынан келе қалған Ақжарқынды көріп сасып қалды. Қайыр, сен қайдан жүрсің бұл жерде? Сіз Арайға кіріп жүр екенсіз ғой. Маған неге рұқсат бермей қойды? Жамал апай деп сұрағына сұрақпен жауап қатқан Қайыр тіпті ашулы еді. Дәл сол сәтте бөлмесінен шыққан Арай Ақжарқының жанында тұрған Қайырды көріп есі шығып, жүгірген бойы мойнынан келіп асыла кетті. Жаным Арайка менің деген Қайыр да бас салып аймалап, басы көзі демей шөпілдетіп сүйіп жатыр. Арайдың тамағынан сырылдаған дыбыстар шығып, қос қолымен жігіттің мойнынан мықтап ұстаған күйі басын кеудесіне қойып, құшағы жазылар емес. Жан жақтағы адамдармен дәп жандарда тұрған Ақжарқынмен де істері жоқ, бүкіл кең дүниеде тек екеуі ғана қалғандай. Сағынысқан жүректердің дүрсілі тіпті бүкіл дәлізге естіліп тұрғандай. Қайыр Арайды сұрақтың астына алып жатыр. Арай сыр-сыр еткеннен басқа дыбыс шығармайды. Қайыр, Арай, қойыңдар, бұларың не? Ел жұрттан ұят емес пе? Қайыр, Арай әлі сөйлей алмайды, оны бет алды қинама. Арай саған бұл жаққа шығуға болмайды деп шыр-пыр болған Ақжарқын қып-қызыл болып кеткен. Екеуі сонда ғана жан жақтарына көз жүгіртіп, ұялшақтап, бір-бірлерінің қолдарынан сипаған күйі, көздерімен бір-бірімен аймалап үнсіз қалды. Ақжарқын Арайдың қолынан тартып бөлмесіне қарай жүруін нұсқап, Қайырға ашулы көзімен ата қарады. Екеуі қимай көздерімен қоштасып, Ақжарқынның артынан еріп бөлмесіне кірді. Артына жалтаң-жалтаң қарап кетті. Бөлмесіне кіре сала, қағаз қаламын алып, шимайлап жаза жөнелген ол, Ақжарқынға тіпті қарамайды. Кісі құрылым көрмей, жан таласып ғашығына арнап хатын жазып жатыр. Әліптің артын баққан Ақжарқын да Арайдың шерін бір тарқатып алған тосып үнсіз отыр. Біраз уақыттан соң екі бет толы жазған қағазды Ақжарқынға ұсынып, есікті меңзеген Арай төбесіне төсегіне құлай кеткен болатын. Қолындағы қағазға көз жүгіртіп келе жатқан Ақжарқынды тағатсыздана күтіп тұрған Қайыр. Сіз өзі қандай адамсыз? Сізге арналған хат па не? Неге оқисыз деп, қолындағы хатты жұлып алып, анадай жерге барып оқуға кірісті. Ақжарқынның көз алдында: Қайыр жаным, махаббатым менің. Мен сені сүйемін. Сен келдің, енді менде бәрі жақсы болады деген сөздер келіп, басын ұстаған күйінсіз отыр. Қайыр хатты оқыған кезде өңі бір бозарып, бір қызарып, қайта оқып, ең соңындағы сөздеріне риза болып, қағазды сүйіп алып, кеудесіне басып тұрған көріп, қасына барып: Қайыр, жүр далаға, шығып кетейікші. Сенмен әңгімелесуім керек деген Ақжарқын алдыға түсіп алып жүре берді. Жігіттің артынан ілеспеске амал қалмады. Екеу сырттағы орындыққа келіп отырғаннан соң, Ақжарқын Қайырдың алдына ақырын ғана бір фотосурет қойды. Бұлар кімдер, сізге өзіне керек? Анықтап қарашы, кімді танисың?
Мына кісісіз, ал мына апайды танымадым. Ал мына жігіт қызық маған ұқсайды. Бірақ бұл мен емеспін. Ештеңе оқпай отырған жігітке қарап. Ол жігіт сенің әкең Мұхит. Сен әкеңді бір көрмедің бе сонда? Қайыр есейе келе Зоя апайы әкесі жайлы айтып берген. Тіпті әкесімен хат жазуына көмегін тигізген еді. Сол хаттармен бірге бір-екі фотосы да келген әкесінің. Бірақ мына фотодағы түрі мүлдем басқа. Жап-жас, әдемі, көңілді. Қайырдың қазіргі түріне қатты ұқсайды екен. Сонда сіз менің әкемді танисыз ба? Иә, танимын. Бірақ қатты араласа қоймағанмын. Ал мына әкеңе қарап күліп тұрған әдемі келіншек кім? Бірің келе ме? Ол Арайдың анасы Ақмарал. Арайдың анасы? Сонда қалай? Ол кісі мен менің әкем. Олар не сонда бір-бірін? Ақ жарқын ақырын өзін білетін жағдайын түгел баяндауға көшті. Әрине қазір Ақмарал жоқ, еш нәрсені сұрап біле алмаймыз. Бірақ менің пайымдауымша, Арай сенің қарындасың болып шығуы әбден мүмкін деп әңгімесін аяқтады. Қайыр бір қызарып, бір бозарып үнсіз отыр. Миына неше түрлі ой келіп, басы қатып кетті. Өзінің сүйген қызы қарындасы болып шыққанына сене алар емес. Не қуанарын, не жыларын білмей дел сал. Қайыр, Арай сені қатты жақсы көреді екен. Сенің оның қасында болып көңілің аулаған, оның тез сауығып кетуіне көмектесер анық. Бірақ мынандай жағдайдан соң сенің артық кетпеген жөн деген ақ жарқын ауруханаға кіріп кетті. Міне содан бері айға жуық уақыт өте шықты. Арай қазір сауығып қалған, дауысы қатты шықпаса да сыбырлап сөйлейтін халге жетті. Күнделетіп келіп қасында болып кететін Қайырды күтумен күндер өтіп жатты. Бірақ Қайырдың өзінен қашқақтайтынын сезіп түсіне алмай жүр. Бөлмеде өздері оңашада қалған сәттерінде талай рет сүйік түсіне келіп ынталанса да бір сылтау ойлап тауып Қайыр бұған жоламайды. Неліктен бұлай өзгере қалғанын ұқпай Арайдың басы қатты. Жүрегі құрғыр бір жамандық болғанын сезеді, бірақ ғашығын жамандыққа қимайды. Қайыр болса қаншалықты Арайды қарындасы ретінде қабылдауға тырысса да, оны көрген кезде өзін өзі ұстай алмай, оған ынтық жүрегі аттай тулап, құшағына қысқысы келіп, әбден әбігерге түседі. Онымен оңаша қалмауға тырысып, алдаусыратып, одан бойын алып қашқанмен де іштей ынтызары ауып есі шығады. Бүгін Жамал апайы келіп Арайдың ауруханадан шығатын айтқан. Енді ақ жарқынның үйіне баратын ойлап, Қайырмен енді оңаша кездесудің өзі қиынға соғатын ұққан Арайдың көңілі түсіп кетті. Сондықтан да Қайырдың келуін тоғысып далада отыр. Анадайдан көрінген жігітке жүгіре басып кеткен Арай мойны асылып, еріне жабыса кетті. Бойын ток соққандай болған Қайыр Арайды өзіне итеріп жіберді. Қайыр, саған не болды? Сен мені сүймейсің бе? Неге? Деп көздері моншақтап тұрған қызды құшағына қысып. Арай, жоқ, бізге болмайды. Біз деп кібіртіктеп тұрған жігітке залана қараған Арай. Неге? Не өзгеріп кетті? Сен басқа біреуді сүйіп қалдың ба? Жоқ, олай емес, тек айтсаңшы енді, кібіртіктемей. Арай, менен ештеңе сұрамашы, өтінемін. Уақыты келгенде бәрін өзің түсінесің деп кетуге ыңғайланған Қайырды тас қылып ұстап алған Арайдың дауысы қатты шығып кетті. Жоқ, Қайыр, бәрін қазір түсіндір. Мен сені ешқайда жібермеймін. Арай, сенің даусың шықты ғой. Сен енді бұрыңдағыдай сөйлей аласың. Бас салып, құшақтай алып, қызды дөңгелете жөнелген Қайыр сақ-сақ күледі. Қайыр деймін. Қой, мені жібер деймін деп бұлқынған Арайдың өзі де салқындаған даусына өзі сенбегендей сықылықтап күліп, оқты-текті айғайлап та қояды. Тамағын қысып, қылқындырып тұрған бір күш босатқандай, денесі де жеңілдеп кеткендей, қуаныш кеудесін кернеп, өз даусын өзі естіп рахатқа бөленген оның қуанышына шек жоқ. Бірақ біраздан соң есіне әлдене түскендей күлкісі сап тыйылған Арай Қайырға қарап: ал енді маған бәрін түсіндірші. Қайыр, менің сені қалай сүйетінді білесің. Сен де мені сүйсең, оны мен жүрегіммен сезем. Ендеше неге менен қашқақтайсың? Неге? Түсіндірші.
Қыздың алақанын қыса ұстаған Қайыр әңгімесін бастады. Әңгіме өрбіген сайын Арайдың өңі бұзылып, көздері жыпылықтап, екі беті алабұртып, өзін қоярға жер таба алмай қойды. Жоқ олай болуы мүмкін емес. Ағам? Жоқ. Қайыр, мен сені ағам ретінде қабылдай алмаймын. Сен қалай ұқпайсың? Қалайша? Қайыр, мен сені сүйем. Ұғасың ба сен? Еңіреп жылап жіберген Арайдың бетін кеудесіне басқан Қайыр ауыр күрсініп, Арай, мен де сені сүйемін. Білсең ғой, менің саған деген сезімді білсең ғой. Естігендегі менің хәлімді мен де саған қарындасым деп қарай алмаймын. Білсең ғой маған қандай ауыр екен. Сенің жанында осылай отырудың өзі. Қайыр, ол тек бір фото ғана ғой. Ол ештеңеге де дәл емес. Мүмкін екеуі тек сыйлас, сырлас, дос болған шығар. Сенің анаң бар болды емес пе? Сенде кішкентай сәби болды емес пе сенің әкеңнің? Менің анам ондайға баруды мүмкін емес. Мен анамды білем. Ол ешқашанда біреуге қиянат жасамайтын адам болған. Сәбиі, жұбайы бар адаммен шатысу мүмкін емес, естисің бе? Мүмкін емес. Бірақ Ақжарқын апайдың айтуынша, ол тек болжам ғой. Мейлі, менің анам жоқ, бірақ сенің әкең тірі ғой. Сен оған хат жаздың ба? Әрине, естіген күні ақ жазғанмын. Фотоны да салып жібердім, бірақ әлі жауап жоқ. Ол кісі түрмеден қашан шығушы еді? Менің білуімше ендігі жылы. Қайыр кеткен соң төсегіне құлай кеткен Арай көз жасына ерік берген. Дауысы шығып, бұрынғыдай сөйлеп бастаған қыздың бұлай солқылдап жылап жатқаны бәрі-таң. Ал Арай болса ше, іштей жоқ олай болуы мүмкін емес деп қайталап жатып ұйқыға кеткен. Бір орнында тұрмайтын уақыт зырылдап өтіп жатыр. Арайдың Ақжарқын апайының үйіне тұрып жатқанына да айға жуық болды. Жаңа жанұя, жаңа орта, жаңа мектепке енді бой үйреніп келеді. Денсаулығының түзелгеніне шүкіршілік етіп, бар ойын сабағына арнаған ол Қайырды көп ойламауға тырысады. Бірақ жүрегі шіркін қимайды. Бала махаббаты жүрегін жегідей жеп, елегізіп, бір өзі қалғанда көз жасына ерік беріп, сағыныштан өрікпіген жүрегін бас алмай қиналып, талай таңды өзімен қарсы алатын қасындағыларға білдірмеуге тырысады. Әлі де болса оның өз ағасы болып шыққанына сенгісі келмейді. Қайыр да бұған көп жоламауға тырысады. Анда-санда жолыққан кездерінде екеуі де өздерін ыңғайсыз сезініп, дегбірлене қашады. Өткенде Қайыр, Арай, қанша рет шіркін менің інім немесе қарындасым болса деп армандаушы едім. Бірақ сенің қарындасым болып шыққаныңды жүрегім қабылдамайды. Қанша тырысқанмен де жүрекке әмір жүрмейді екен. Әлі де болса сенің жаныңда өзімді ұстап тұруға маған өте қиын. Мен әкемді іздеп баруға бел будым. Оған сен туралы да айтып, бар шындықтың бетін ашып берген талап еткім келеді деген. Содан бері хабарсыз кеткен Қайырды күтумен жүр. Ұзақ сапардан аман оралын тілеп, жақсы жаңалығымен бұны қуанса деген үміті де жоқ емес. Қайыр қатты толқулы, біраз қиындықтар көріп, қаражаттан қиналып межелі жерге әрең жетті. 2 күн жүріп, әкесімен кездесуге рұқсат алып, түрменің тар бөлмесінде әкесін күтіп тұр. Жүрегінің дүрсілі сыртқа кестіліп, есік жаққа қарағыштап қояды. Балалар үйінде әкесімен қалай кездесетін көз алдына елестетіп, қиялға батушы еді. Міне бүгін сол сәт туып, әкесімен қауышады. Әкесі мұның есінде қалмаған. Қайта анасы еміс-еміс есінде. Қандай жан екен? Екеуінің әңгімесі жарасар ма екен? Қуанышпен бірге қорқыныш та жоқ емес. Міне енді екеуі бір-біріне үнсіз қарап, бірін-бірі барлап отыр. Қанша уақыт екеуі аңсаған кездесуі. Әкелі балалы екеуінің бір-біріне айтар баршылық. Бірақ екеуі осы кездесуден өздеріне қажет ләззат тапқандай үнсіз. Ұлым, Қайырым менің, сені маған көрсеткен Аллаға мыңда бір шүкір. Осы күнге жете аламын ба деп армандаушы едім. Алла қолдап жеттім осы күнге. Сені аман есен көргеніме қуаныштымын. Осылай басталған әңгіме жалғасын тауып, екеуі талай тарихтың бетін аударды. Қайыр Арай туралы да біраз сыр шертіп, оның басына түскен қиыншылықтарды туралы баяндап берді. Өзінің оған деген сезімі жайлы да бүгіп қалмады. Сөз соңында Арайдың
Ақ маралдың қызы екенін айтып, әкесіне сұраулы жүзбен қараған ол. Әке, мен Арайды бар жүрегіммен сүйемін. Бірақ ол менің қарындасым болып шығу әбден мүмкін деген болжамдар естіген соң, бар шындықтың бетін ашу үшін саған әдейі келдім. Қандай болса да шындықты қабылдауға тырысам. Ақ марал, ол туралы айтпас бұрын саған бүкіл өмірім жайлы баяндауым қажет. Маған да сенің өмірің туралы білу керек, қызық. Сенің неліктен темір тордың артына тоғытылғаның туралы да білгім келеді. Ендеше тыңда. Менің анам өмірден ерте өтті. Есімді жиғаннан қасымда тек әкем болды. Ол кісі қолынан келгенше менің өмірімнің әдемі болуына бар күшін салып бақты. Бірақ анамның орны үңірейіп тұрушы еді. Әкемнің нұсқауымен бокс үйірмесіне қатысып, жақсы жетістіктерге жетіп, тіпті республикалық жарыстарға жүлделі орындарға ие болдым. Бірақ сабақтарым нашарлап, тек қара күшке сенгенмен, басымнан артық сөз асырмайтынмын. Әрдайым өз дегенмен жүріп, өз айтқанының орындалғанына үйреніп қалғанмын. Сөйтіп жүріп, 10 жылдық мектепті аяқтап, әркім оқуға түсіп жатқан кезде, аяқ астынан әкем ауруға шалдығып, халі нашарлай түсті. Дәрігерлер әкемнің жаман ауруға шалдыққанын, емге керек қаражат құнын айтқанда, не істерімді білмей торға түскен. Аңдай арпалысып, ақша іздей бастадым. Сөйтіп сол кездегі кәсіпкерлерді қолдап, кіршабат ететін топқа қалай кіргенімді білмей қалдым. Ол жерден тапқан табысым әкемнің дәрет-дәрмегіне жеткенмен шет ел асып емделуге апаруға жетпейтін еді. Бірақ мен әкеме керекті қаражат жеу үшін бар күшімді салуға тырысып бақтым. Әрине, заңға томпақ келетін шаруа да тындыратынбыз. Осы топқа кіргеннен қасымда жан досым Әділ болды. Екеуміз бір-бірімізді сөзсіз түсінетінбіз. Оның сүйікті қызы Мақпал екеуі үйленуге дайындалып жүрген кез еді. Мақпалдың аяғы ауыр. Сол бір күні қарсылас тобымызбен бір мәселені шешу үшін кездескен едік. Бірақ кездесу соңы төбелес, тіпті атысуға ұласып, мен жараланып, Әділ досым із-түзсіз жоғалып кетті. Мен ауруханадан шыққан соң, Әділ досымды іздеп таба алмай сабылдым. Бірақ одан еш хабар болмады. Сөйтіп жүргенде, бір күні Мақпал келді, жылап еңіреп. Қатал әкесі оның аяғы үйіркен біліп, үйінен қуып шыққан екен. Мен дереу Мақпалды өз үйіме тұруға шақырдым. Мақпал өте пысық қыз еді. Үй шаруасын дөңгелетіп ала жөнелді. Әсіресе әкем екеуміз тез тіл табысып кеттік. Күндіз-түні төсекке байланып жатқан әкемнің көңіл күйін тауып, бар жағдайын жасап жүрген Мақпалды әкем қатты ұнатып, жиі менің Мақпалға тезірек үйленім керектігін айтып мазамдала бастады. Әдемі ашық мінезді әкемнің бар жағдайын жасап жүрген Мақпал маған да ұнай бастаған. Бірақ Әділ досымның өлі денесін көрмеген соң, оның сүйіктісіне көз салуды жөн көрмей, өз-өзімді тежеп жүргенде, бір күні Мақпал қатты ауырып ауруханаға түсті. Ауруы асқынып, бойына біткен баласынан айырылып, түсік тастаған Мақпалдың халі мүшкіл еді. Оны жұбатып жүріп, екеуміздің арамыздың жақындаған байқамай қалдым. Әсіресе әкем Мақпал дегенде жаны бөлек еді. Сөйтіп біраз уақыттан соң екеуміз бас қосып шаңырақ көтердік. Қатты сүймесем де оған бойым үйреніп қалған еді. Және де әкемнің көңілін қимадым. Сөйтіп жанұялы болып, бұрынғы кәсібімді қоюды шешіп, заңды жұмыс іздей бастадым. Бірақ қажетті оқуым, істеген тәжірибем жоқ болғандықтан, ондай жұмыс табу оңай емес еді. Ал ақша күнделікті керек еді. Әкемнің дәрі-дәрмегінің өзі қыруар ақша қажет ететін. Сондықтан сол бұрынғыша қылмыстық топпен бірге нәпақамды тауып жүрдім. Осы тірлігімнің дұрыс еместігін түсініп, білгенмен де басқа амалым қалмаған еді. Солай біреуден ілгері, біреуден кеш өмір кешіп жатқанда, Мақпалдың аяғы ауырлап, дүниеге сен келдің. Бірақ сен екіден асқанда әкем сенің атаң мәңгілік мекеніне атанып кетті. Әкем өмірден өткеннен соң, сенің шешең екеуміздің арамыз суып кетті. Әу бастан екеуміздің арамызда лаулаған сезім болмаған еді. Сөйтіп екеуміз тек ортамызға ортақ баламыз сен үшін тұрмыс құрып жүргенде, бір күні үйімізге Әділ досым кіріп келді.
Сөйтсек, оны өлтіруге өзіміздің тобымыздың басшысы тапсырыс берген екен. Бір талай жыл шет ел асып, бас сауғалаған әділ досым, енді қауіпті кезең өткен шығар деп елге оралған бет екен. Әділ досым келген соң, Мақпал екеуміздің арамыз тіптен алшақтап кетті. Әділ мен Мақпал екеуінің махаббаттары суымаған екен. Мақпал маған ажырасқысы келетін айтып, қыңқылдай бастады. Мен бірақ сені өзім алып қалғым келетін айтып, сен менің кіп-кішкентай көшірмем едің. Сондықтан да сені күнделікті көрмей тұру мен үшін өліммен тең еді. Бірақ Мақпал да сенен айырылғысы келмеді. Осылай екеуміз ырың-жырың болып жүргенде, бір күні күштетіп үйге қайтып келе жатқанда, көшеде екі жігіттің бір қызға тиісіп жатқанын көріп, оған көмекке ұмтылдым. Екеуіне дес бермей жұдырықтасып жатқанда, бірінің менің бүйіріме пышақ сұққан байқамай қалдым. Олар мені сол жерде қалдырып, өздері қашып кетіпті. Мен көп қан жоғалттым. Есімді 2 күннен соң ауруханада бірақ жинадым. Көзімді ашқанда маған қарап жымиып тұрған аруды алғашында хор қызыма деп қалдым. Ал ол сол аурухананың медбикесі Ақмарал еді. Шыны керек, бұрын соңды бір көргеннен ғашық болады дегенге өзім сенбеуші едім. Бірақ сол жағдай өз басыма түсті. Ақмаралға мен бір көргеннен ес-түссіз ғашық болып қалдым. Ол да менің қасымнан шықпай бәйек болып, бар жағдайымды жасап жүрді. Екеуміздің әңгімеміз жарасып, бір-бірімізді іздейтін халге жеттік. Сондықтан да жазылып шыққаннан соң онымен жолуға асықтым. Бірақ біздің тобымыздың басшысы Әділдің соңына түсіп, оның көзін құртуға дайындалып жүргендігі жайлы естіп, досыма көмектесемін деп жүріп, өзімді басшыма қарсы қойып алғанымды сезбей қалдым. Басшымыз мені қиын, заңсыз қылмыстарға жұмсай бастады. Бұның арты жақсы болмайтынын айтып, оның тапсырмаларын орындаудан үзілді-кесілді бас тартып, топтан шығып, өз бетімен кеткім келетінін айтқам. Бірақ ол топтан өз еркімен шығу мүмкін емес еді. Басшының тілін алмағандарды қандай да жаза күтіп тұрғанын да жақсы білетінмін. Қанша дегенмен олармен бірге жүргеніме талай жыл болған. Сөйтіп жүргенде Әділ досым келіп, өзінің қайтадан шет елге кетуге дайындалып жүрген, құжаттары дайын болса да, сөз көп созбайтын, және де Мақпал екеуіңді де өзімен бірге алып кеткісі келетінін айтты. Мен сені қимай, олардың сені шет елге алып кетуіне жол бермейтінімді айттым. Әділ болса, Мұхит, сенің қазіргі жағдайың мәз емес, қылмыстық топтың дәуірі де аз қалды. Мұхит, сен қазір пышақтың қырымен жүргендейсің. Ертеңнің қалай боларын болжай алмайсың. Осылай жалғаса берсе, сен де мен сияқты қуғынға ұшырауың ғажап емес. Әйтпесе сотталып кетуің де әбден мүмкін. Өзің білесің ғой қандай іспен айналысып жүргенімізді. Ал сонда қайырдың күні не болмақ? Деген досыма, айтар лажым болмай, сені қимай, ұрып қалдым. Сол кезде мені қолдап, сабама түсірген Ақмарал болды. Оның жанында өзімді сондай бақытты сезінетпін. Оның да маған деген сезімнің пәк екеніне көзім жетті. Бірақ ол менің жанұялы еркек екенімді білмейтін. Мен де оның жанын жарылап алудан қорқып, Мақпал екеуміз ажырасып болған соң ғана айтуға жөн көрдім. Солай жүргенде өзің естігендей, ақ жарқын апайының үйінде екеуміз оңаша қалып сезімге берілдік. Сол бір түн мен нағыз махаббаттың қандай болатынын жүрегімен сезіп, жар құшағының қаншалықты ыстық бола алатынын көз жеткізген едім. Екеуміз де шын бақытты едік. Бірақ сол түннен соң бір ай уақыт өткенде Ақмаралға барғанмын. Маған сондай бір жат көзқараспен қараған Ақмарал, менің жанұялы еркек екенімді біреуден естіген, енді қайтып мені көргісі келмейтінін айтып, өзінен қуып жіберді. Мені тіпті тыңдағысы келмеді. Мен оның ашуының басылуын күтіп, сабасына түскенде бәрін түсіріндірермін деп қайтып кеттім. Бірақ содан қайтып мен оны көре алмадым. Себебі менің жұмсаған жұмыстарын орындаудан бас тартып, тыңдамағаным үшін соғыма түскен топ басшысы мені ешкімге білдірмей өлтіруге тапсырыс берген естіп, тығылып қалуыма тура келді. Бір айдай қашып пісіп жүрген мені олар тауып алып, әбден ұрып соғып, басшымызға алып келген еді. Сол күні мен осы өмірмен қоштасар сәтім келгенін сездім. Жанталастым. Осыған дейін өзімен бірге жүрген жігіттерді алдап соғып, басшымызды өз қолмен өлтіріп тындым.
Біреудің өмірін қиюға еш хақым жоқ екенін біле тұра ауыр қылмысқа барып, адам қанын мойныма жүктедім. Мен өлтірген адам сондай бай, белгілі адам болғандықтан, үлкен шу шығып, мені 15 жылға бас бостандығымнан айырды. Солай міне темір тордың артында өмірімнің 13 көктем өтті. Сотталып келгеннен соң, біраздан соң, Әділ мен Мақпалдың да өлі денелерін табылған естіп, сенің қайда, қандай халде екеніңді біле алмай әбден қиналдым. Тек 1-2 жылдан соң ғана түрме басшыларының көмегімен сенің аман есен балалар үйінде тәрбиеленіп жатқаныңды біліп қатты қуандым. Сәл есейе келе Зоя апайыңның көмегімен өзіңмен хат алыса бастағаныма менің қуанышымды жеткізуі мүмкін емес еді. Осы күнді аңсап, сен үшін ғана осы жерден ертерек босанып шығуды аңсап жүрген жайым осы. Ал Ақмаралға келер болсам, оған түрмеден талай хат жаздым, бірақ еш жауап ала алмадым. Екеуміздің бір-ақ рет болса да бірі болғанымыз рас. Егер Арай менің қызым болып шықса, менен бақытты жан болмас еді. Кешір, Қайыр, егер сені ренжітіп алсам, бірақ Ақмаралдан қыз сүйсем, менің қаным тағы да бір жанның бойында тасып жатса, мен үшін одан асқан бақыт бар ма? Оның анық қанығын тек мен осы жерден шыққаннан-ақ соң ДНК сараптама жасау арқылы білуге болады. Бірақ сен әзірге Арайдан ғашығың ретінде күдеріңді өзгенің дұрыс болады ау деп мұхит әңгімесін аяқтады. Осы кездесуден соң ұзақ ойланған Қайыр әкесі түрмеден шыққанша осы жақта мекендеп қалуға бел буды. Бұл дүниеде өзіне жақын жалғыз жанның қасынан ұзап кеткісі келмей, оқуды қоя тұрып 1 жыл жұмыс істеп көрмек болып шешті. Және де Арай тұратын қалаға қайтып барғысы келмей қалды. Оның қасында болып, бірақ оған жақындай алмау Қайыр үшін жан төзгісіз азап еді. Себебі ғашығын жүрегі қоймайды. Бұл жағдайды айтып Араймен хабарласқан. Арай да ғашық жүрегі жаралы қалпында Қайырды көп ойламауға тырысып, бар денін сабағына арнаған. Бірақ қанша ойламаймын десе де, сағыныш қысып, ғашығын аңсап, аласұратын жүрегі қимайды. Осылай өмір толқыны 2 жаққа айырған қос ғашық бір-бірін көрмегеніне де 2 жылдай уақыт болды. Арайдың биыл мектеп бітіретін жылы. Соңғы қоңырауына үйдегілер түгел барамыз деп жиналып жатыр. Арай осы үйге келгелі бұл үйде көп нәрсе жақсы жаққа өзгерген. Ақ жарқынның енесінің аяғына ота жасап, ол кісі өз бетімен тұрып жүретін халге жеткен. Отадан кейінгі кезде көп көмек көрсеткен үшін өзі Арайды жақсы көріп кетті. Ақ жарқын мен Болат қыздары Ақеркені арнайы емдеу орталығына орналастырып, аптасына 1 рет үйлеріне алып келеді. Ақеркенің де сөйлеу қабілеті жоғарылап, жап-жақсы дамып қалған. Бұрынғыдай талма ауру көп ұстамайды. Арай екеуі туған апалы сіңлідей қарым-қатынаста. Сабағынан бос уақытында үй шаруасын тиянақты тындыратын, дәмді тамақ дайындай алатын Арай болғандықтан, Ақ жарқын қазір жұмысқа шыққан. Үйлеріне Араймен бірге береке кіргендей. Оқуын өте жақсы аяқтап, құрбыларының алды болған Арай бүгін ерекше көңілді. Үстіндегі киімі де өзіне сондай жарасып, жүзі бал-бұл жанып тұр. Қолына алған аттестатын қыса ұстап, сахнада тұрған Арайдың көзіне анадайдан тұрған Қайыр оттай басылды. Қасында орта жастан асқан өңді жігіт ағасы тұр. Қолдарында әдемі гүл шоқтары бар. Сол күнгі кеште бәрі бір дастархан басында бас қосып, Арайға ақ жол тілеген. Қайыр мен Арайдың көздері түйісіп қалса, дереу бір-бірінен тайсақтап, бұрылып кетуге тырысады. Ақ жарқын мұхит пен Қайырға бұрынғы Ақмаралдардың тұрған үйіне тұрақтауға ұсыныс жасаған. Ессіз тұрған соң, тозып бара жатқан үйді жөндеп, ие болуға екеуі қуана келісті. Арай қалаған оқуына түсіп, көңілі жайланған соң, Қайырлар жаққа жиі келетін болған. Ескіріп кеткен үйдің шатырын ашып, жөндеу жұмыстарын жасап жатқан мұхит пен Қайырға тамақтарын дайындап жүрген оған, Қайыр шатырдан табылған бір жәшік ескі қағаздарды әкеп тастады. Қолы қалт еткенде, сол қағаздарды реттеп отырған Арайдың қолына сырты қапталған қалың дәптер түсті. Ішіне көз салып қарап еді, анасының жазуы көзіне оттай басылды. Кешкісін үйіне келіп төсегіне жайғасқан Арай анасының күнделігін оқуға кірісті. Күнделік Арай дүниеге келген кезде басталған екен,
сәбиінің тәтті қылықтарын, оның әрбір жетістіктерін мақтанышпен сипаттаған. Анасының жазбаларын оқып отырған Арай бір күліп, бір жылап отыр. Өзінің мектептегі шағы туралы оқып отырып, бүгін Арай тағы да әкесі туралы сұрады. Бұрынғыдай бұртиып өкпелеп қалмай, «Мама, бізге папаның керегі жоқ, е? Біз екеуміз өзіміз күшті тұрып жатырмыз ғой, е?» дегенін өтіп кетті. «Қызым-ау, ешкімге айта алмайтын сол сырымды саған қалай айтамын? Сенің әкеңнің ол адам болмағанын, Алладан қанша тілесем де, ештеңені өзгерте алмаймын. Сол күні мұхиттың жанұялы жан екенін естігенде, менің жан жүрегімнің айқайы ештеңе ойлауға мұрша бермеген еді. Әйтпесе сонша қараңғы кезде өзім жалғыз сол ескі саябақпен жүрмес едім ғой. Ал ол болса, осыған дейін қанша рет сөз салғанмен, оған деген сезім жоқ екен айтқанда, үндемей кетіп қалатын. Одан сондай қылық шығады деп тіптен ойламаппын. Тіптен артымнан аңдып келе жатқанда байқамаппын. Бірақ ол күні мен ештеңе байқауға мұршам жоқ еді. Бар жүрегіммен жақсы көретін жанның опастығын есту маған оңай болмай, есім ауысқандай тентіреп, ескі сүрлеу жолға түсіп кеткенді де байқамаппын. Ал ол болса, ол менің әлсіздігімді пайдаланып өз дегеніне жетті. Менің қолымнан ештеңе келмеді. Зорлықтың құрбаны болдым. Сол күннен бері өзімнің әйел заты болып туғаныма өкініп, өмірден баз кешіп, өмірмен қоштасқымды келді. Бірақ сенің өмірге келетінді білген соң ғана есімді жидым. Сенің әкең мұхит болып шыққанын бар жүрегіммен қалап, қанша тілесем де, Алла тілегімді қабыл алмады. Сондықтан да сенің әкең жоқ. Ондай пасық ойлы адам әке деген атқа лайықты емес. Оның атын да осы жерге жазым келмейді. Сен тек менің ғана қызымсың. Бұл құпия менімен мұлаға бірге кетеді. Сенің жаныңның жараланғанын қаламаймын. Бәрі сені мұхиттың қызы екеніне сенеді. Ендеше мен де соған сенемін. Мен үшін сенің әкең мұхит деген анасының жазбасын қайта оқып отырғанына да бір талай уақыт болды. Анасының зорлықтың құрбаны болғанын білу оңай болмай, жүрегі анасы үшін езіліп кеткен Арайдың көзінен моншақтап жас аға жөнелді. Солқылдап жылап отыр. Біраздан соң орнынан ытқи тұрған оның жүзі де нұрлана түсті. Сонда Қайыр бұның ағасы болмай шықты ғой. Бәсе, жүрегі сезген еді ғой, қимаған еді ғой. Сол күннен бері жұптары жазылмаған Қайыр мен Арай екеуі шын бақытты. Бүгін Арайдың қолын сұрап, Болат пен Ақжарқынның үйіне келген мұхит, мен Арайдың әкесімін. Ақмаралдың арманы орындалды. Менің енді 2 балам бар. Қайыр мен Арай екеуі үшін қолымнан келген бәрін жасайым деп толқу. Ақмаралдың бетіне гүл шоқтарын қойып, зет етіп тұрған жас жұбайлардың жүздері махаббатпен нұрланып, жүректері бірге соғып тұр. Осымен әңгімем өз мәресіне жетті. Ұнаған болса лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер.